Ассалаумалейкум құрметті оқушылар. Қазір біз математикалық сауаттылықтан нұсқа талдайтын боламыз. Сіздермен бірге орынбасар Бақытұлы. Кеттік. Бірінші есеп бізде қозғалысқа байланысты берілген есеп. Кішкене с деңгейлі десек болады. Бірінші есептің өзін әжептәуір ойландыруды талап ететін есеп. Жауаппен жұмыс істеп тауып алсаңдар болады. Бірінші жолы. Екінші жол теңдеу құрсаңдар болады. Теңдеу құрумен, бұл жол теңдеу құрумен көрсетемін. Бізде мына затты білулерің керек. Арақашықтықты табатын формула бізде S тең V көбейтілген T. Мұнан кәдімгідей философиясымен білулерің қажет. Мән мағынасын түсіндірулерің қажет. Бұл есепті шығаруларың үшін. Енді бұл жерде екі жақтың арақашықтығын теңестіретін боламыз қазір. Екі жақтың арақашықтығын теңестіретін боламыз. Бірінші, яғни V көбейтілген T. Дейміз, жылдамдығы 8 дейді. 8 км сағатына көбейтесін уақытқа. Қандай да бір уақыт, қанша уақыт екен білмейміз. Сосын екінші жолға бізде 9 деген жылдамдығы, и оған қандай да бір уақыт кеткен. Сосын айтып тұр, уақыт көбірек кеткен деп тұр. Мынау біріншісіне қарағанда, сол уақытқа қарағанда кішкене 7,5 минут көбірек. 7,5 минут көбірек уақыт кеткен мынаған екіншісіне. Өйткені ол көбірек жол жүрген, сондықтан көбірек уақыт кеткен. Бізде біріншісінде қанша жол жүрілді, мынау сол жолды табатын формаға, мынау V-ға T-ны көбейтіп жүрміз. Екеуінде де қайсысы көп жол? Мынау бізде көп жол жүріп тұр, мына жерде, мынада аздау жол жүріп тұр. Екі жағын теңестіреміз. Сондықтан мынау аз жүрген жолға тағы 3-те қосасын, сол кезде екі жағы теңеседі. Екі жағы бірдей жол болды. Енді теңдеу деген екі жағын теңестіру керексің. Теңестірдік екі жағын. Негіз екеуінде бірінші жол мен екінші жолда екеуінде барғанда аздау жол жүрді, қайтқан кезде көбірек жол жүрді. Да? Теңдеуде теңестіру керексің, сол үшін мына жақтан азайтсаң болады, немесе мына жаққа қоссаң болады 3 километрді. 3-ті мына жаққа қоссам, екі жақ теңеседі, міне теңдеу бітті. Тағы да бір ескеретін жайт, бізде барлығы километр сағат болды. Мынаның өлшем бірлігі километр сағат, мынаның өлшем бірлігі километр сағат. Сондықтан мына өлшем бірлікте 7,5 минут деді ғой, бұл 7,5 сағат болып тұрды. Қазір оны біз сағатқа айналдыруымыз керек. Минутты сағатқа айналдыруымыз керек. 7,5 минутты сағатқа айналдыру үшін 60-қа бөлесін, яғни 7,5-ті бөлесін 60-қа. Сол кезде сағатқа айналады. Ол 8-ден 1 деп қысқартсақ болады. 8-ден 1 сағат, немесе 8-ден 1 сағатты 1-ді 8-ге бөлсең 0,125 сағат десең де болады. 7,5 сағат деген, 7,5 минут деген сөз сағатпен 0,125 сағат. Осыны ескеріңдер. Мына жер бізде 8-ден 1 десе алайықшы, 8-ден 1 деген удобно секілді. Ендігі мәселе или ондық бөлшекпен алсаңдар да болады. Енді T-ны тауып аламыз осы жерден. Уақыт тауып аламыз. Қанша уақытта ол жол жүрді екен біріншісінде. 8-ті. Бұл жерде ең қиыны теңдеу құру. Теңдеуді құрып аласыңдар. Сосын жақшаны ашасың. 9 екеуіне де ішіндегі екеуіне де көбейтеді. 9-ті қосылған 8-ден 1-ге 9 көбейтіліп, 8-ден 9 болады. Төбесіне бүйтіп көбейту болып барады. Тылардың бәрін бір бетке жинайын. Давайте 8-ті азайтылған 9-ті. Мына бетке азайту болып барады. Мынау сосын 8-ден 9 азайтылған 3. Минус Т болады. Минус Т. Сосын 8-ден 9-дан 3-ті азайтсан кезде 8-ден өздерің азайтуды білесіңдер деп ойлаймын. Мен бірден ауызша азайта салам. 8-ден 7. Минус 8-ден 7. Жай бөлшекті азайту, қосу, көбейту, бөлу білмейтін болса, маған жай бөлшек деп жазып жіберсең, мен саған видеосын жіберетін болам. Жай бөлшектерді қосу, азайту, көбейту, бөлу. Сол жерден үйреніп алсаң болады. Минус пен минус жойылып кетеді. Мінекей фук. Ендігі мәселе. Бұны біз неше түрлі қылып жазуға болады? 1,8-ден 7-ні 8-ден 15 деп бұрыс бөлшектерінде жазсақ болады, немесе 15-ті 8-ге бөлсең 1,875 деп те жазсақ болады, ондық бөлшектерінде жазсақ. Мінекей. Бұл сағатпен. Барлық сағатпен. Өйткені бәрін сағатқа келтірдік. Ендігі мәселе, міне уақытты тауып алдық.
бізге анау екінші жолды табуымыз керек. Екінші жол, мынау бірінші жол еді ғой, мынау бізде бірінші жол еді. Мынау бізде екінші жол, екінші арақашықтық. Соған қоямыз. Сонда 9-ды көбейтесін, тымыз бізде 8-ден 15-ке тең болды. Қосасын 8-ден 1-ді. Сол кезде 8-ден 16 болады. 9 көбейтілген 8-ден 16. 16-ны 8-ге бөлсең 2, 2-ні 9-ға бөлсең 18. Сонда екінші жолдың ұзындығы бізде 18 километр екен. Осылай тапсаңдар болады. Жауаппен де табуға болады. Калькуляторды алып жауаппен вообще оңайлау болады. Менің ойымша оңайлау болады. Енді ол жағын сендерге де ойлануға кішкене қалдырдым. Кеттік келесі. Комбинаториканың есебі где-то с-ға сәл жақындап қалады. Әжептәуір есеп. 6 таңбалы сан құрастыру керек. 100 мыңдық, 10 мыңдық, мыңдық, 100-дік, 10-дық, бірлік. Мына жерде неше цифра бар? Санайсыңдар. Мына жерде бізде 6 цифр бар. 6 цифр бар. Әр бір цифрды, әр санда осы цифрларды бір-бірден ғана қолдан дейді. Яғни бұл деген сөз бір цифрды қайта-қайта қолдануға болмайды, қайталанбайды деген сөз. Қайталанбайды, әрқайсысы әртүрлі болу керек дегенді білдіреді. Бір цифрды бір рет қолданыңыз. Сондықтан мына жерде 6 цифра бар. 6 көбейтілген 5 көбейтілген 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1. Яғни бір цифрды екінші рет қолдануға болмайды дейтін болса, біреу осылай азаятын еді. Сосын нөлі бар болса, мына жерден тағы біреу азаяды. Енді комбинаторика деген сабақты көрсең точно түсінесің. Енді бұл жерде қайтадан бәрін түсіндіріп жүрмейін, бір есеп кеп қалды екен деп. Сол жерден қарайсың, түсініп ағасын деп ойлаймын. Курсқа қатысқасын ол кетеді точно. Мынаны көбейтсең 600 сонда. Мінекей, В деген жауабымыз дұрыс екен. Мына жерде нөл бар болғанша тағы біреу азайттық. Келесі есеп, мына жерде бүйтіп сан жоқ болғанмен жеңіл есеп. Мына жерде мынау бізде демалатын жер, демалу алаңы. Мынау волейбол ойнайтын жер. Мынау ойнайтын жері, мынау демалатын жер. Біз демалатын жердің ойнайтын жерге қарағанда қандай бөлігін құрайды деген ба? Демалу алаңы, волейбол ойнайтын алаңның қандай бөлігін құрайтынын табыңыз. Мынаның қанша бөлігін құрайды деп тұр да? Жартысы ғой, дұрыс па? Мына тура мынаны бүйтіп құрастырсаң, мына полный болады да. Қазір тура жартысы болып тұр. Жартысы деген сөз мына 2-ден 1 бөлігі деген сөз ғой міне. Көп зат керек емес. Мынаның жартысы ғой, дұрыс па? Жартысы деген сөз 2-ден 1 бөлігі міне. Бұл есеп бітті. Теңдеу құруымен құрсақ болады. Жауаппен тоже істеуге болады. Екеуімен де болады. Қазір теңдеу құруымен көрсетемін. Бұл жолы теңдеу құруға көбірек фокус келтірейік. Жауаппен істеуді үйреткем. Өздеріңіз істейсіңдер оны. Теңдеу құруы былай болады. Анасы 43-те дейді. Қызы бізде 15-те. 15-те. Неше жылдан кейін, мынаудан мынанша есе үлкен болады деп тұр. Осыған ұқсас есептің бәрінде мына арадан мысалы 10 жыл өтетін болса, екеуіне де 10 жастан қосылады деген секілді. Мына жерде қанша жыл екеуіне де плюс x деп аласыңдар. Мынау неше есе үлкен болу керек. 2 есе, 3 есе дейді, 5 есе дейді, 10 есе дейді, әр кезде әртүрлі айтады. Сол мына қыздың жасын, мінекей. Арадан қанша уақыт өтсе де екеуіне бірдей жас қосылады. Сол үшін x плюс дедік. Плюс x дедік үшін. Енді осыны көбейтесін 1,3-тен 2-ге көбейтсем, қызының жасын 1,3-тен 2-ге көбейтсем, 3-тен 2-ге көбейтсем, сол кезде мамасының жасымен, мінекей анасының жасымен теңесу керек. Міне теңдеу бітті, болды. Сөздер сәл өзгерген болса, сан өзгертесінде тура өстіп теңдеуін құра бересің. Эксперимент жасап көрсін болады. Мынау қызының жасын мынаған көбейтсең, мамасының жасы шығу керек. Екі жағы теңесті, теңдеу дайын. Енді 43 қосылған x тең болады. Мынау екеуіне де көбейтеді жақшаны ашқан кезде. 15-ті көбейтесің, 3-тен 2-ні бұрыс бөлшекке айналдырсаң, 3-тен 5 болады. Қосылған 3-тен 5-тен x. Мынау қысқаратта, мынау 5 болады, 25. X-терді бір бетке жинайтын болсам, x азайтылған 3-тен 5x. Сосын мына жақ 25, 25-тен азайтасын 43-ті. Мына жағы минус 18 болады, минус 18. Ал мына бет есе, мына көрінбейтін 1 бар да мынаның. Ортақ бөлім бересің мына жаққа 1-ден. 3-тен бересің, 3-тен азайтасын
5-те 2 болады, 3-тен 2 болады. Сонда минус 3-тен 2 болады мына жақ. Минус 3-тен 2. Мынау 1 бар. Мынау 1,3-тен 2 ғой, мынау 3-тен 2 қалады да. Мынау өтке келді. Мынау 1,3-тен 2 дұрыс па? Мынау алдында көрінбейтін 1 бар. 1-ні алып тастасақ 3-тен 2 қалады минусымен. Ендігі мәселе, минус жойылып кетеді. Мына өтке өткіземіз. 18 көбейтуіміз бөлу болып барады. 3-тен 2. И орны ауысады. Мынау көбейту ғой. 1-ден орны ауыстырып жіберейін. Көбейтілген 2-ден 3. Мынамен мынау қысқарады. 9 көбейтсең 27. X тең 27 болды. Яғни 27 жылдан кейін 1,3-тен 2 есе үлкен болады екен мамасы қызынан. Болды. Келесі пайызға байланысты берілген есеп. Пайызға байланысты берілген есеп. Барлығын 100% деп алатын болсақ, сол 100%-ын 70%-ы футболды жақсы көретіндерге, бізге жақсы көрмейтіндерді табу керек. Яғни 30%-ды 10 бөлшектен айырсақ 0,30 немесе 0,10 десек те болады. Былай істесеңдер де болады, немесе былай 0 көрінбей тұрады. 0,30-ға сонда 30% 200 мыңның 30%-ын табу үшін 0,3-ке көбейтесің. Немесе бүйтсеңдер болады, кейбір оқушылар айналдыру білмейді да, оны өстесі 30% десе өсті көбейте бересіңдер. 0 көрінбей тұрады деген ереже бар. Бізде математикадан қиналатындар көбісіне математикадан онша емес та, сондықтан маған амал жоқ, сөйтіп жоқ заттарды көрсетіп қою керек. Мынаны көбейтесің, 0 көрінбей тұрады, 0 бар артында 30-дың. Математикада көрінбейтін заттар көп, сонда 60 болады. Көрсетіп қойсылайшы міне. 30%-ын табатын кезде 0,130-ға көбейтесің. Келесі 8-ге еселік екі таңбалы неше сан бар? Ең біріншісі 16, 16-тан кейін 24, 24-тен кейін 32, 32-ден кейін 40, 40-тан кейін 48, 48-ден кейін 56, 56-тан кейін 64, 64-тен кейін 72, 72-ден кейін 80, 80-ден кейін 88, 88-ден кейін 96. Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 сан бар екен. Мінекей В деген жауабымыз дұрыс екен. Тағы да басқашалайды табуға болады. Енді мен жағдайда жаңағындай жазып сызып көрсе саған оңай. Масштабтың формасы, масштаб тең болады картадағы өлшемін өмірдегі өлшемге бөліп жібереміз, сол масштабқа тең болады. Мінекей масштабтың формуласы болса, тура ықтималдық секілді почти что орысша сөздерді қоспауға тырысу керек еді. Почти что дегендер 1 бөлінген 200 мың болады. 1 бөлінген 200 мың масштаб, m-нің орнына масштаб жазамыз. Картадағы өлшем 12 сантиметр, ал өмірдегісі қанша екенін білмейміз. Өмірдегісін Ö деп қойсақ. Өмірдегі өлшемін қазір табатын боламыз. Өмірдегісі тең Ö-ні 1-ге көбейтсең Ö болады. 12-ні 200 мыңға көбейтесің, сол кезде 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0 деген сан шығады. Яғни бұл сантиметр. Қараңыз, жер сантиметр болса өлшем бірлік, мынау да сантиметр болады. Сантиметрді енді километрге айналдырамыз. 2-ні алып тастасаң 100-ге бөлсең метрге айналады. Сосын метрді километрге айналдыру үшін тағы да 3-ні алып тастайсың, сол кезде 24 километр болады сонда. Мінекей А деген жауабымыз дұрыс екен. Масштабты осылай есептейсіңдер. Келесі Эйлер-Вен дөңгелегі деген тақырыпқа, Эйлер-Вен диаграммасы десек болады, немесе соған байланысты берілген есеп. Ойландыратын әжептәуір есеп, үшеулік, төртеулік десек те болады. 3,5-дық дейміз. Сонда есеп, ерекше есеп, біраз оқушыларды қинап қоятын, ойландыруды талап ететін есеп. Мынау бізде қымыз, ұқсас есептерді шығаруды үйреткенмін. Қымыздікі 16 екен. Келесі қымыз шұбат бізде 19. Одан кейін айран 14. Енді мұны ортасынан бастайтын едік, естеріңде болса. Ортасынан болғанда ең соңында сөйлемде 4 қатысушы жаңа үшеуінде шет деген. Демек ортасына 4 дейміз, сосын
6 қатысушы шұбатты айран. Соңынан бастап келемін. Шұбат пен айранды 6 алып ішеді дейді. Мына жерге 2 деймін. 4 пен қосқан кезде 6 шығу керек. Не үшін екенін Мейлер-Вен диаграммасы деген тақырыпта түсіндіргенмін. Себебі бізде 6 қатысушы шұбатты айранда ішеді деп тұр. Мына 4-еуі шұбат пен айран ішкен. Ішкен ба? Ішкен, дұрыс. Мына 2-еуі де шұбат пен айран ішкен, общий 6 болып тұр сонда. Көрдің, біз шатастыру үшін әдейі өстіп беріп қойған. Енді мына жерде 8 қатысушы қымыз бен айран. Қымыз бен айран 8 дейді, демек мына жерде 4 болады. Сосын 7 қатысушы қымыз бен шұбат. Демек мына жерде 3 болады. Сосын енді мына дөңгелектерге қарайтын болсақ, мына 19 деп тұр. 19 7 9, демек мына жерде 10 болады. Бәрін қоссақ 19 шығу керек осы дөңгелектің ішіндегі. Мына жерде 14 шығу керек, мына айран ішкендердің саны. 14 шығу үшін мына жерге мен 4-ті қоямын, сол кезде 14 болады. Дұрыс шығу керек саны. Мынау қымыз ішкендер дөңгелегі мына жер 5 болады, сондай. Мына бәрін қоссаң 8, 11 болып тұр. Енді бәрін қосамыз, сол кезде общий қымыз, шұбат, айран ішкендердің саны шығады. Және мерекеде солардың саны шығады. 5-ке қосасын 3-ті, қосасын 4-ті, қосасын 4-ті, қосасын 4-ті, қосасын 2-ні, қосасын 10-ды. Барлығын қоссаң 32 шығады. Общий 32 адам қымыз, шұбат, айран ішкен. Сосын мүлдем ішпегендер де бар ғой арасында сонда. 35-тен жаңа азайтасын 32-ні, тең 3, сонда 3 ештеңе ішпеген. Не қалып істеп қойылайын да? Ештеңе ішпеген 3 бар. Мінекей. Болды. Осы ештеңе ішпеген нешеуі сонда сұрап тұр. Д деген жауабымыз дұрыс екен. Келесі жаңа логикалық амал деген тақырыпқа берілген есеп 9 және бүйтіп алған белгі, сосын 12. 0,5 көбейтілген 9 көбейтілген 12 бәрін көбейтетін болсақ 54 деген жауап шығады. А деген жауабымыз дұрыс екен. Келесі ықтималдыққа байланысты жеңіл есеп қойылыпты. Бұл есепте барлығы 25, жеміс жидек, бізге керек алма 10. 5-ке бөлесіңдер, ықтималдық формасын білетін шығарсыңдар. 5-те 2. Сонда С деген жауабымыз дұрыс екен. Осымен бізде есептер легі аяқталды, пайдалы болды деген ойдамын. Осы видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, сториске белек бітсем болады. Мінекей мынау менің Instagram парақшам. TikTokқа, WhatsApp, любой жерге статусқа салсаң болады. Рахметімді білдіру үшін. Пайдалы болған болса әрине. Келесі видео сабақтарда жолыққанша сау, саламатта бол. Есептерді ойлан. Кейбір есептер ойлану талап етеді, оны паузаға қойып тұрып, тоқтап, ойлану керек. Ол барлығын бірден түсініп кете берсең қызық болмай қалады ғой. Математиканың бәрі үйреніп алатын еді оңай болған кезде. Деген сөзбен аяқтаймын. Ерінбе, давайте. Сау бол.